Қалай Қазақстан тарихынан 15 балдың 15 балын жинауға болады? Ура! 89 датаны шығарды. Басқа даталардан сұрақ келмейді. Қазақстан тарихтағы ең қиыны даталар жаттау болатын болса, бұл үлкен жеңілдік. Енді қандай лайфхак бар даталарды жаттау бойынша? Осы 89 датаны берді бізге. Оларды біз жаттамай барсақ отырға ұят болады. Енді оларды қалай жаттаймыз? Лайфхакпен бөлісейін. Біріншісі, тәуелсіздік алған жылдан кейінгі мысалдар келтірейін. 91 жылы бізде 4 оқиға болған. Біріншісі, Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан. Сразу сен елестетесің. Тәуелсіздік алып жатыр, Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшып жатыр. Екіншісі, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып сайланады. Енді түсінікті, тәуелсіздік аласың, саған президент керек. Үшіншісі, енді 91 жылы біз ядролық полигонды жауып тастадық. Керегі жоқ, бізге тәуелсіздік алдық. Одан кейін төртіншісі, бізде заң қабылданды. Қандай заң? Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы заң. Енді 91 жылы осы төртеуін біріктіресің. Енді Тоқтар Әубәкіров президент, заң, ядролық полигон семей жабылды. Төртеу. Енді 92 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін бір жылдан кейін енді саған не керек? Ту, елтаңба, әнұран керек. Соларды біз бекіттік 92 жылы. Одан кейін екіншісі БО-ға, біріккен ұлттар ұйымына мүше болды. 92 жылы осы екі ғана дата. 93 жылы, енді 93 жылы ағаң болса, әкпең болса, жездең болса, көршің болса, соның түрін әкелесің да бүйтіп. Теңгені әкелесің. Теңгені біз 93 жылы бекіттік. Теңге шығаруды жаңа қолға алдық 93 жылы. Теңге туралы сұрақ келсе 93 жылы дейсің. Одан 94 жылы ешқандай дата бермеген. 95 жылы бізде Конституция күні 30 тамыз, сол Конституцияны біз 95 жылы жасадық. Сондай сұрақ бар. Енді бұл фактінің барлығын мен қазір айтып отпай қояйын. Лайфхактың мәнін ұғыныңыздар. Бір жылда келген фактілерді бір-бірімен байланыстырып байлайсыздар. Мысалы 97 жылы жаңағы Астананы Алматыдан Ақмолаға көшірді ғой. Басқа факті жоқ бұл жерде байлайтынша. Бірақ жаңа 91-92 жылы байлайтын фактілерді болғандықтан бір-біріне бүйтіп байлау керек. Енді бұның басы палеолиттен басталады, ерте палеолит, кейінгі палеолит деп басталады. Одан арасында Абылай ханның өмір сүрген жылдар, Ыбырай Алтынсариннің, Абай Құнанбаевтың деп келеді. Абай Құнанбаевты білеміз біз 1845-1904 жылдары өмір сүрген, оны білесің жүрсен. Бірақ мынаның ішінде бар, соларды берген. Яғни мына фактілерді бір қайталап жаттап алу керек. Енді бұны қайдан жаттаймыз? Төмендегі сілтеме қалдырып кетеміз. Телеграм каналының сілтемесі. Телеграм болмаса жүктеп алыңыз, болса бірден сілтемені басып каналға кіріңіз, тіркеліңіз, сол жерге бізге салып қоямыз. Сол 89 фактын жаттап алыңыз. Жаттамай отырға көріп ұят болады енді. Осы бүгіндік айтарым. Сіздермен бірге болған мен Асқарұлы Әбдімұхаммед. Жақсы күндерде жолыққанша алдағы уақытта тапсыратындарға сәттілік, келесі жыл тапсыратындарға қазірден бастап дайындалуға кеңес беремін. Сау болыңыздар.